Үлкен шаңырақтың сынағы. Менің тұрмысқа шыққаным үлкен өмірімнің жаңа кезеңі болды. Үлкен шаңыраққа келін болу оңай емес екенін білемін, бірақ бәрібір үмітім зор еді. Үйге алғаш келіп қайын атам мен енемнің көзқарастарынан бірден мені жақтырмағандарын байқадым. Бірақ бәрі уақыт өте түзеледі деп өзімді жұбаттым. Алайда уақыт өткен сайын олардың маған деген қарым-қатынасы жақсарудың орнына керісінше нашарлай түсті. Әрбір күн жаңа сынаққа толы еді. Бір күні бәрі бұрынғыдан да қиын болып көрінді. Сол күні қайын атам мен енем шай ішіп күліп өзара әңгімелесіп отырған. Мен олардың дастарханын жинап, шайларын ауыстыруға кірістім. Бір кезде күйеуім жұмыстан келді. Үйге кіргені сол еді, енем аяқ астынан «Ойбай!» деп айғай салып жіберді. Мен аң-таң болып тұрып қалдым. Қарасам, оның алдына төгілген шайды көрсетіп: «Келін, мынауың не? Мені күйдіріп өлтіргің келді ме?» деп айғайлай бастады. Мен жыламсырап шайды мен төкпегенімді, оны байқамай өзі төгіп алғанын айтқым келді. Бірақ сөзімді аяқтатпай: «Сен келгелі үйде тыныштық қалмады. Не істеуге де жарамайсың» деп ашуланды. Күйеуім де мені жақтамай, үндемей тұрды. Сол сәтте менің жүрегім қанжылап кетті. Барлық жақсылық жасауға тырысып жүрген еңбегім еш болып көрінді. Бірақ мен сол күннен кейін үндемей төзе берудің де дұрыс емес екенін түсіндім. Сол күннен кейін менің жан дүниемде бір түйін пайда болды. Бұрын үндемей, ештеңеге араласпай, тек жақсы келін болуға тырысып жүрсем, енді олардың қылығы мені өзгертті. Өзімнің үнсіздігімнің оларды одан әрі батылдандырғанын түсіндім. Бірақ мен ол үйде артық адам емеспін деп шештім. Туыстар арасындағы түсініспеушілік. Уақыт өте келе менің қайын атам мен енемнің мені жақтырмайтыны анық білінді. Енем үнемі менің ісімді сынап, қолымнан түк келмейтіндей етіп көрсетуге тырысты. Мысалы, үй тазалауымды, ас пісіруімді үнемі мінейтін. Бір күні таңертең ерте тұрып, бүкіл үйді жинап, дастарханды жайып, тамақ жасап қойдым. Бірақ ол кіріп келіп: «Осының бәрін қай жаныңмен жасап жүрсің? Тура келін сияқты емес, еріккен қыздың тірлігі ғой» деді. Ал қайын атам менің тамағыма қарап: «Бұны итке берсе де жемес» деп басын шайқады. Көзіме жас толса да, оны ешкімге көрсетпедім. Себебі маған жылаудың еш пайдасы жоқ екенін түсіндім. Мен тек бәрі түзеледі деп өзімді алдаумен жүрдім. Бірақ әр күн сайын сол үмітім азайып бара жатты. Күйеуімнің үнсіздігі. Күйеуімнің мені қолдамайтыны ең қатты ауыртты. Ол менің сөзімді сөйлегеннің орнына анасына қарап: «Келін енді үйреніп кетер, сабыр сақтаңыздар» деп қоя салды. Сол кезде мен өзімді жалғыз сезіндім. Отбасылық өмір деген екі адамның бір-біріне тірек болып, қиындықты бірге еңсеруі емес пе еді? Бірақ менің өмірімде бұл қолдаудың орнына тек сынақ бар сияқты көрінді. Тағы бір жанжал. Бір күні үйде үлкен той болды. Мен таң атқаннан ас үйде жүгіріп жүрдім, қонақтарды күтуге дайындық жасадым. Енем бір сәтке де тыныш таптырмай: «Мынаны істемедің, ананы ұмыттың» деп ұрса берді. Той кезінде бір үлкен ағай тамақ ішіп отырып: «Әй, келіннің қолы жеңіл екен, тағамдарың дәмді болыпты» деп мақтады. Мен қуанып үлгермедім, енем сол жерде: «Ол тағамды өзім жасап беріп едім, келіннің қатысы жоқ» деді. Ол сөздер мені одан сайын қынжылтты. Барлық еңбегімді жоққа шығару олар үшін қалыпты жағдай еді. Шыдамның шегі. Бір күні енем тағы да мені бар нәрсе үшін кінәлай бастады. Қатты шаршағанымды сездім, бірақ бұл жолы үнсіз қалған жоқпын. «Апа, мен сізді сыйлаймын, бірақ бәрі үшін мені кінәлай беру дұрыс емес қой» деп өз пікірімді айттым. Енемнің көзі бақырайып: «Сен маған сөйлемекші болдың ба? Бұл үйде менің сөзім заң» деп дауысын көтерді. Мен ол күні алғаш рет осы жағдайды қаншаға дейін көтере аламын деп ойладым. Жағдайдың шешімі. Кейінірек мен бұл мәселені күйеуіммен қайта сөйлестім. Оған ата-анасының маған деген қарым-қатынасы, олардың ешқашан мені келін ретінде қабылдамағаны туралы ашық айттым. «Егер сен менің жанымда тұрмасаң, мен бұдан әрі бұл үйде қала алмаймын» дедім. Бұл сөздерден кейін күйеуім алғаш рет менің сөздерімнің салмақты екенін түсінген сияқты көрінді.
Ол ата-анасымен сөйлесіп, оларға мені сынауды тоқтатуды сұрады. Бірақ бұл өзгеріс оңай болмады. Сол күндерден бері мен өз өміріме, өз қадіріме көбірек мән бере бастадым. Әрине, үлкен шаңырақта келін болу оңай емес екенін бәріміз білеміз. Бірақ менің қайынатам мен енеммен қарым-қатынасым одан да қиын болып шықты. Олардың сынауы мені басқалар алдында төмендетуі менің өмірімде үлкен соққы болды. Күйеуімнің араласуы. Күйеуіммен тағы да бір кеште үлкен әңгіме болды. Мен оған барлық сырымды ақтарып, мен бұл үйге үлкен үмітпен келдім. Бірақ әрбір күнім қорлыққа толы. Сен менің жанымда болмасаң, бұдан әрі шыдай алмаймын дедім. Күйеуім менің көзімнен төгіліп жатқан жасты көріп, мені құшақтап, жаным, бәрі түзеледі. Сабыр ет деді. Бірақ мен бұл сөздерге сенуден шаршадым. Сабыр ету қанша уақытқа дейін созылады? Мен келін болуға дайынмын, бірақ адам ретінде сый-құрмет күтуім заңды емес пе? Дедім. Осыдан кейін күйеуім де ата-анасымен сөйлесіп, олардың маған деген қарым-қатынастарын өзгертуге тырысты. Бірақ өкінішке қарай, олардың мінезі мен ойларын бірден өзгерту мүмкін болмады. Жаңа қайшылықтар. Бір күні дастархан басында үлкен жанжал шықты. Енем тағы да мені қонақтардың алдында сынай бастады. Мына келіннің істегенін қарашы, бәрін шала-шарпы істейді деп тағы да бастады. Мен сол жерде тыныш отыра алмай, батылдықпен: апа, мен барымды салып істеп жатырмын. Мүмкін сіз мені сынаудың орнына аздап қолдау көрсетсеңіз, бәрі басқаша болар ма еді? Дедім. Бұл сөзім бәрін шошытты. Енем ашуға булығып: мені кінәлайсың ба? Мен сені осы үйге анаңдай қарсы алдым. Ал сен ше? Деп айғай салды. Мен өзімді ақтап ұзақ сөйлескім келмеді. Бірақ бұл жағдайдан кейін менің шегіме тағы бір жүк артылды. Қиындықты еңсеру жолдары. Мен өз өмірімді өзгерту үшін әрекет етуді шештім. Ең алдымен өзімді түсіну үшін уақыт алдым. Күйеуім мен енемнің айтқан әр сөзіне ренжи беру емес, оған әрекет етудің жолдарын іздеуді бастадық. Бір шекара қою. Мен енеммен және қайын атаммен қарым-қатынасында өз шекарамды белгілей бастадым. Егер олар мені көп сынаса, немесе артық сөз айтса, сабырмен. Бұл туралы айқайламай, ақылдасып шешейік деп айтатын болдым. 2. Күйеуіммен байланыс. Мен күйеуіммен барлық мәселені ашық талқылауды әдетке айналдырдым. Ол ата-анасының мінезін өзгерте алмаса да, мені қолдауға тырысты. 3. Өзіме уақыт бөлу. Қайын жұрттың ортасындағы өмір мені шаршатса да, өзіме уақыт табуға тырыстым. Кейде ауылдың шетіне барып, таза ауада серуендеп, ойымды тыныштандырдым. 4. Өз қадірімді сақтау. Маған ауыр сөздер айтылған кезде үнсіз қалмай, өз ойымды нақты жеткізуді үйрендім. Қарапайым, бірақ нық сөздермен. Мені сынай бермей, не көмектесіңіздер, не менің күш-жігерімді бағалаңыздар деп айта бастадым. Соңғы үміт. Қайын жұртпен қарым-қатынасымды толық түзете алмасам да, мен оларға қарсы шықпай, ақылмен әрекет етуді үйрендім. Қазір енем бұрынғыдай сынамайды, бірақ бәрібір салқын қабақ танытады. Қайын атам да маған көп сөз айтпайды. Менің күйеуім біздің отбасымыздың тыныштығын сақтау үшін бәрін істеуге тырысады. Біз бірге шағын үй салуды жоспарлап жатырмыз, болашақта бөлек тұру ойымызда бар. Қорытынды. Келін болу үлкен сынақ. Әр отбасының өз мәдениеті, өз ережелері бар. Бірақ өз қадіріңді жоғалтпау, әр сөзге сабырмен жауап беру, ең бастысы, өзіңді сыйлап, өзің үшін әрекет ету, ең маңыздысы.